Бәріңізге сәлем, сіздермен Жаннұр. Бұл видеода сіздерге өте тез дайындалатын маффиннің рецептімен бөлісемін. Жасалу жолына келетін болсақ, өте оңай, миксерді қажет етпейді. Құрғақ ингредиенттер мен барлық сұйық ингредиенттерді араластырып, екеуін қоссақ болғаны. Ал іші осындай жұмсақ. Бізге керекті барлық ингредиенттерді мен описанияға жазып қоятын боламын. Ал мына ыдыста менде қанттан бөлек барлық құрғақ ингредиенттер. Алдымен бірінші тұсқа жұмыртқаны саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сүтті қосамыз, араластырамыз. Енді үстіне сұйық майды қосамыз және де тағы да араластырамыз. Сонымен біздің сұйық ингредиенттеріміз дайын. Ал енді біздің құрғақ ингредиенттеріме көшеміз. Мынандай мен үлкен ыдысқа салдым. Бірден сіздер үлкен ыдысқа салсаңыздар болады. Енді үстіне қант қосамын. Енді барлығын өзара араластырып аламын. Барлығы толығымен араластырып бір қалыпты болған кезде жаңағы біздің дайындаған сұйық ингредиенттерімізді қосамыз. Араластырып аламыз жақсылап. Барлығын нақты граммен қосамыз. Сол кезде бізде осындай масса шығуы керек. Мен осындай силиконовый форма қолдандым. Сіздерде қандай бар, сондай форманы қолдансаңыздар болады. Әрқайсына үлкен 2 ас қасықтан қостым. Енді бұларды біз 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Құрғақ зубочисткамен тексерген кезде құрғақ болса, онда пісті деген сөз. Бұл рецептпен өте көп шығады, шамамен 30 шақты шығуы керек. Сонымен біздің маффиндеріміз дайын. Видеоны лайк басып, менің каналыма тіркеліңіздер.